шәмшінің әндерінен қосылып бір ән айтайықшы екеуміз. Пап, мен оны сөздерін білмеймін. Одан да далаға шығып, футбол ойнап келейінші өзінен. Балам, елімізде індет болып жатыр, далаға шығуға тыйым салынды ғой. Ауру жұқтырып келсең кетесің. Пап, мен ешкіммен араласпаймын, ешкіммен құшақтаспаймын, ешкіммен амандаспаймын. Жай далаға шығып футбол ойнап келем, болды. Балам, дауды елемеген түлер дейді, ауруды елемеген өлер дейді. Қазіргі тәртіп сондай, далаға шыға алмайды, үйде отыру керек. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дейді Бауыржан атамыз. Сондықтан аз уақыт шыдайық. Алдымыз жаз ғой, Құдай қаласа әлі ойынды қандырасыңдар. Тірлік басқа болса да, тілек бір, бармақ басқа болса да, білек бір дейді дана халқымыз. Сондықтан осы бір қысылтаяң уақытта елмен бірге болайық. Жарай ма? Үйде отырайық, сабағымызды оқиық. Дұрыс айтасыз. Жарайды онда. Мен сабағымды қайталай берейін. Біз біргеміз.